Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін мен сіздерге дәмі ащы болатын огонек жасалу жолымен бөлісемін. Бұл өте оңай әрі тез дайындалады. Ол үшін бізге қажетті қызанақ, сарымсақ, ащы бұрыш, тұз, қант, уксус және де сұйық май. Қызанағымызды турап алып, кейін ерітартқыштан осылай өткізіп аламыз. Сонымен қатар қызанақпен бірге ащы бұрышымыз бен сарымсақты да өткізіп аламыз. Мен бұл жерде 3 кг қызанақ, 4 дана ащы бұрыш және де сарымсақты өткізіп алдым. Описаниеде толығырақ қалдырып кетемін. Тартылған қызанақтарымызды барлығын осылай құйып алып, үстіне 100 грамм сұйық май қосып, баяу отта қайнататын боламыз. Қызанақтар яғни қайнай бастағанда біз ол жерге 2 ас қасық қант, 2 ас қасық тұз және де 1 қасық уксус құйып, әрі қарай қайнатып, оттан алатын боламыз. Огонегіміз дайын. Енді біздер оны банкамызға не болмаса басқа да ыдыстарға құйып алуға болады. Әрі қарай мен бұны салқын жерге холодильникте, яғни тоңазытқышта сақтайтын боламын. Астарыңыз дәмді болсын.